Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ, әдемі, дәмді болып шығатын 7 нан дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды, үстінен сүтімізді, қаймағымызды, майонезімізді, тұзымызды, қантымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң үстінен ашытқымызды салып, ыдысымыздың бетін жауып, 15 минутқа қалдырып қоямыз. Он 15 минут өткеннен кейін біздің ашытқымыз осылай көтеріліп, реакцияға түседі. Енді тағы да венчикпен бір араластырып жіберіп, қамырымызды илейтін боламыз. Міне қамырымызды осылай илеп алдым, жұмсақ етіп, көп ұн қосқан жоқпын, себебі бауырсақтардың жұмсақ болғанын қаладым. Осылай басқа ыдысқа орналастырып, енді бетін жауып, қамырымыз көтерілгенше жылы жерге қалдырамыз. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, менің арнама міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта жақсы, пайдалы рецепттер шығатын болады. Міне уақыт өтті, қамырымыз осылай көтерілді. Енді қамырды теңдей бөліктерге бөлетін боламыз. Мен әр шелпектің мөлшерін 150 граммнан бөліп, таразыға өлшеп, осылай 7 бөлікке бөліп алдым. Енді кішкене ұн сеуіп, шелпектердің барлығын жақсылап бір формаға келтіріп, жайып шығатын боламыз.
Табамызды отқа қойып, майымызды қыздырып, шелпектерімізді екі жағынан қызарып, әдемі болып піскенше қуырып, пісіріп алатын боламыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай шелпектеріміз пісіп дайын болды. Енді ыдысымызды алып, қағаз сүлгімізді орналастырып, үстіне шелпектерімізді орналастырамыз. Және де жақындарымызға, достарымызға, туыстарымызға ұсынамыз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерде де осындай әдемі, жұмсақ болып шығады. Сіздермен бірге болған әдемі. Менің келесі видеоларымда кездескенше сау болыңыздар. Әрдайым мені қолдап, қорғап жүріңіздер.